Сонымен мен ол кезде 3-4 сыныпта оқығанмын. Жан құрбыма қонуға келгем. Ол кезде оның басында бит болыпты. Мен оны мүлдем білмегенмін. Мен ешқандай биттен қарсы дәрілер қолданбағанмын. Кейін оны ата-анам көріп тазаламақшы болды, бірақ бауырыма да жұқты. Мен құрбыма барлық сөзімді айттым. Менің сыныптасым оны барлық қыздарға айтып қойыпты. Бір күні мен ол жақындағанда, ол маған жеркенішті қарады. Мен білмедім не болғанын. Ол менен алыстап кетті. Барлық досыма айтты. Ол достар барлық менен қашты. Және де олар әлі де қашып жүр. Мен өте мұңайын болдым. Бір күні мені мұғалім мектептен қуып жіберді, өйткені менің басымнан бит көріп қойыпты. Мен достарым жоқ болды. Қазірде менің бит жоқ, бірақ 5 сыныпта бізге ол келді. Ол өте күлкілі болған. Ол бүкіл балалардың бастарын ұстаған. Менің басымда келерде сол қыз оның басын ұстамай қой деді. Мен жылағым келіп кетті. Мен кітапханаға келгенде ол жерде сол қыздар отыр екен. Барлығы менен қашты. Мен сол жерде отырып жыладым. Кітапханашы келіп, мені психологқа апарды. Біз онымен сөйлестік. Келесі күні сол қыз менен кешірім сұрады. Мен оны кешірдім. Екеуміз жан дос болып кеттік. Достар, достарыңызға барған кезде, барлықтарыңыз шампуньді және өз жасықтарыңызды алып жүріңіздер.